Сәлем, балақай. Мысып, асыран. Себебі Америка ғалымдары көп зерттеуден кейін әрбір үйде мысық болуы тиіс деген қорытындыға келген. Мысықтың пірілі жануарға тән жай ғана дыбыс дерсіз, бірақ оның түрлі дертке ем екенін біреу білсе, біреу білмес. Әсте бұл піріл мынадай ауруларға шипа көрінеді. Сынған сүйектердің бітіп кетуіне, адамның жүйке жүйесі мен психикасының қалпына келуіне, мидың және жүрек қан айналымын жақсартып, иммунитетті көтеруге, гастрит, асқазандағы тасты жойып, остеохондроз, тұмау, ұйқысыздық ауруларынан емдейді. Ішімдік пен нашақорлыққа деген тәуелділікті сейілтеді. Мысықтың тырнақтары ине терапиясының орнына жүретін көрінеді. Ал ислам тарихында мысықтың пырылдағаны Аллаға зікір айтуы деген түсінік бар. Алланың үйі мешітке кіруге рұқсат етілген жалғыз жануар ол мысық. Осыдан-ақ бұл үй жануарының исламдағы орнын біле беруге болады. Әлемге нұрын төккен адамзаттың асыл тәжі пайғамбарымыз да мысықты ерекше жақсы көрген. Алла елшісінің Муиза есімді әттақ мысығы болған деседі. Сондай-ақ балалар, оларға зұлымдық жасап қоюдан да сақ болу керек. Балақай, сен қанша мысықты жақсы көрсең де, тазалық гигиенасын ұмытпағайсың. Сау бол!